Қалайша созылмалы кейінге қалдырушыдан істі белгіленген мерзімге дейін бітіретін адамға айналуға болады. Бұл қиын сұрақ екен, және оған жауап беру үшін мен сізді өзімнен бұрынғы кезіммен таныстырайын. Колледжде басқа студенттер сияқты мен әрқашан жұмысымды соңғы минутқа дейін қалдыратынмын. Курсайшылармен жұмыс істеуден сессияға дайындалып, сабақтарын жоспарлаудың орнына мен басқа жұмыстармен айналысатынмын. Және бұндай өмір салтын проблемалары мені ұзақ күттірмеді. Жылдың соңына қарай өзімнің бухгалтермен кездесуді бірнеше ай кейінге қалдырып жүргенім есіме түсті. Содан мен өзімнің бос емес кестемнен уақытымды босатып ал, онымен сөйлестім. Бірақ мен кешігіп қалдым. Ол маған колледжде бітіруге ақша жетіспейтіндігі жайлы айтты. Мен сабақтарын жоспарлаумен өте нашар жұмыс жасадым. Қарғыс атқыр. Ақырында маған $10,000 екі сабағым түзеуіме жұмсауға тура келді. Және бұл жазда болды, басқа сыныптастарым демалып жатқанда. Сенбеулеріңіз де мүмкін, бұл сабақтар негізгі алгебра мен ауыр атлетика болды. Сол кезде мен жүйенің әділетсіздігі жайлы айтып, колледждің қаншалықты қымбат екендігі және кинорежиссерға бұл сабақтар керек емес деп ренжуіме болатын еді. Бірақ шындыққа қарайтын болсақ, егер мен аздап белсендірек болып, осы созылмалы кейінге қалдыруды жеңе алсам, мен осы қиындықтардың барлығынан аулақ болар едім. Сол кезден бері ұзақ уақыт өтті және мен жұмыстарын жақсырақ орындай бастадым. Содан мен бүгін сіздерге үйренген нәрселермен және маған кәдімгідей көмектескен кейбір әдістермен бөліскім келіп тұр. Алдымен біз немен бетпе-бет келгенімізді түсінуіміз керек және мұны Стивен Пресселтың жұмысты істе еңбегінен гөрі айқынырақ көрсететін кітап жоқ. Мен осы арнада ол кітап жайлы бірнеше рет айтқан тұғынмын және бұл бостан-босқа айтылған нәрсе емес. Бұл кітап мыңдаған адамдарға ішкі сыншын үнін өшіріп, жай ғана жұмысты бастауға көмектесті. Стивен жазуынша қарсылықты ұстауға, көруге, естуге болмайды. Оны тек қана сезуге болады. Біз оны жұмыс істемеуден туындайтын энергия ретінде қабылдаймыз. Қарсылықтың күші бұл кері итеруші күш. Оның мақсаты бізді итеріп жіберу, алаңдату, біздің жұмысымызды орындауға кедергі жасау. Егер сіз өзіңіздің күнделікті жұмысыңызды шайқас ретінде қабылдасаңыз, сіз оған байыптырақ қарайтын боласыз. Және егер сізге SMS түссе, сіз оны керек емес шу не қарсылық ретінде қабылдайсыз. Бұл мен өзгертіп жазған. Кейінге қалдырудың не қарсылықты жеңу шайқасын бөлігі қалай айтатыныз бәрібір. Бұл біздің ұғынуымызға тәуелді, тапсырмамызға байланысты. Көбіне біздің жұмысымыз соншалықты қиын емес, басында ойлағанымызға қарағанда. Мен жұмыстың алғашқы 30 минутын орындай алсам, ары қарай оңай болатынына сенімді болам. Егер мен 30 минутқа жұмыстарымды орындауға кәдімгідей отырып алсам, кітапты жазуға, салықтарымды есептеп не электрондық хаттарға жауап беруді бастасам, ақырында жұмыс оңайырақ бола береді. Таңғажайып нәрселер болады, егер сіздің миыңыз толықтай жұмыс істей бастаса, яки сіз состояние потокаға түсе бастайсыз. Техникалық тұрғыдан бұл сананың оңтайлы күйі ретінде анықталған. Біз жұмысымызды бітіруге өзіміздің ең жақсы қалпымызға көшеміз. Миымыз істеп жатқан нәрсеге шоғырланған сонша қалған бәрі жоғалып кетеді. Стивен Котлер соңғы 20 жылда состояние потокын зерттеп келеді. Қалай біз зейінімізді басқарамыз? Басты жолдардың бірі дофаминді бөлу арқылы. Дофаминнің 5 түрлі триггерлері бар. Тәуекелге барған сайын біз дофаминді бөлеміз. Өзімізді қауіпті жұмыс істеуге бел буғанымызда миымыз қатты қозады және жаңа істерді кезіктіргенде біз дофаминді аламыз. Қиындық дофамин, болжамсыздықта дофамин. Жай ғана мида кейіптерді байланыстырған өзінде бізде идеялар туындап, содан дофамин бөлінеді. Ағын триггерлерін пайдалану арқылы біз миымызды жұмысқа кірісуге дайындаймыз. Стивен бос бетке қараудың орнына бұрын жазған нәрсені өңдеуден бастағаныңыз жөндеп кеңес береді. Сонда біз ағынның бір триггерін қолданамыз. Нақтырақ айтсақ, кейіптерді тануды. Стивенде күнделікті жұмысты орындауға қызықты шешім бар. Кейінгі кезде мен оқулықтарды көп оқып жүрмін. Бұл ең қызықты нәрсе емес, бірақ мен мұны істеген жақсы көрем. Мен әрқашан жаңа жерге барам, өйткені мен жаңа бір нәрсен қалаймын. Ол дофамин шығарады зейінімді күшейтуге, және бұл маған состояние потокаға түсуіме көмектеседі деген үміттемін. Қалай дегенмен де дофамин көп болған сайын оқу жылдамдығы жалпы ереже бойынша өсу керек. Сондықтан мен әртүрлі кофеханаларға барам, немесе басқа таныс емес жерлерге. Бұндай әдіс менің өнімділігімді үлкейтеді.
Келесі аптада Стивен Котлердің состояние потокасының жұмысы жайлы бейнені жүктеймін. Өнімдірек болуға көмектесе алатын тағы бір әдіс помодоро тәсілі. Бұл туралы мен алғаш рет Томас Фрэнктің YouTube арнасынан естідім. Егер онымен таныс болмасаңыз, сипаттамада сілтемені қалдырып кетемін. Бұл өте қарапайым. Сіз таймерді орнатасыз, 25 минут жұмыс істеуге. Содан кейін 5 минуттық үзіліс жасайсыз және бұны қайта-қайта қайталайсыз. Бұл кейінге қалдыруды азайтудың тиімді әдісі болуы мүмкін және жалпы өнімділігіңізді арттырады, өйткені бұл шұғылдық сезімін тудырады. Жай ғана жұмыс аптаңызға үлкен түрлі түсті блоктарға қараудың орнына сіз өзіңізге уақытты шектейсіз, мүмкіндігіңізше көп жұмысты бітіруіңіз үшін. Керемет! Маған ұнайды. Мен редакторым Оскар бұл әдісті бағалап кетті. Мен ешқашанда помодоро тәсілін ұстанған емеспін, бірақ мен таймерлерді жеделдік сезімін тудыру үшін, сондай-ақ күні бойы экранда отырғандықтан демалып алу үшін қоямын. Әдетте мен таймерді 60 минутқа орнатамын, содан кейін мен жұмыс істеуге кірісемін. Көбіне мен таймерді қойғанда ұмыт кетемін. Егер ол шырылдаса қайта үзіліс жайлы ұмытпаймын. Бұл әдіс шынымен де жұмыс істейді. Оның арқасында мен күннен күнге соткада отыруға артық уақыт жұмсауымды азайттым. Егер сіз үлкен жобамен жұмыс істеп жатсаңыз, ол бір күн, апта немесе айды қажет ететін болса, орындауға нақты мерзімдерді орнату керек. Мерзімдерге сүйеніп, оны бірнеше бөлікке бөліп қойыңыз. Күтпеген жағдаяттарға жобаны орындалу ұзарғанына қосымша уақыт қалдырып қойғаныңыз жөн. Шыны керек, жобаңыздың бітуі үшін әрқашанда артық уақыт керек болып қалады. Күнтізбеңіздегі кездесулер мен жеке істеріңіздің жоспарлануын пайдасын ұмытпаңыз. Бұл сізге осы барлық жұмыс жолында адас кетпеуге көмектеседі. Көбісіңіз білетін шығарсыздар, мен әйелім Наталья екеуміз Вегаста үйлендік. Оны кино қымдығып жасадық және біз таңғалмаңыздар, дәл қазір Италияда үйлену тойын ойнауды жоспарлап жатырмыз. Және бұл әрине артынша көп стрессті тудырды. Мен үшін ғана деп айтқым келеді, бірақ басты күш Натальяге түсті. Оған мені тойды жоспарлауды мәжбүрлеу қиын болды. Жай ғана болмаған әрқашанда қызықсыз жұмыс сияқты болып көрінді. Сонымен қатар неге сонша уайым керек? Бізде әлі көп уақыт бар ғой, яғни 1 жыл уақыт болды. Мен жұмысты аяқтау үшін ыңғайлы әрі жақсы уақытты күттім. Бірақ мен бұрынғы тәжірибеден білетінімдей, егер осы ойды ереже қылып алсам, бұл жойқын нәтижеге әкелуі әбден мүмкін. Қарғыс атқыр. Осыдан мен Натикеумізге әр дүйсенбі сайын кешкі сағат 7-де тойымызды талқылауға 1 сағаттық кездесулерді ұйымдастыруды ұсындым. Бұл біздің күнделікті мен жағымнан түсініспеушілігіме керемет алмастырғыш болды, және бұл бізге жинақталуға көмектесті. Бізде идеяларымызды, бір нәрселерді талқылау үшін кездесуге белгілі бір уақыт анықталды, және ең бастысы әр аптаның дүйсенбісіне дедлайн пайда болды. Кешкі сағат 7-де бастықтың алдына бару. Әрине, мен Натальяды айтып тұрмын. Мен өзіме жағымсыз жұмысты орындағаным үшін сый тартуды пайдалы деп таптым. Мен көбіне жұмыс істеудің орнына қызықты ойындарды ойнағым келеді. Жұмысымның қиындығынан отырып, тамаша ойын ойнап, сергіп қалғанымды қалаймын, яки ұнатамын. Сен де қуады екенсің, есуас неме, бұл джойстик істемейді да ғой. Мен ойындарды өміріне толықтай алып тастайтын түрім жоқ, өйткені мен бұны дұрыс емес шешім деп санаймын. Мен ойын ойнаған жақсы көрем. Ойындар ойнамайтын болса, мен соншалықты бақытты болмас едім. Олардан өзіме жынданудың орнына мен оны сыйлыққа айналдырдым. Істелінген жұмысқа сый ретінде беремін. Өзіме қиын болатын тапсырмаға, мысалы 3 сағатта барлық салық түбіртектерді, ақшаларымды басқаруға арналған бағдарламаға қосу. Аяқтағаннан кейін ғана өзіме ойындарды ойнауға рұқсат беремін. Енді мен қызықсыз, бірақ маңызды жұмыстарды жайдан жай орындамаймын. Бітірген соң PS-ті кінә сезімінсіз ойнай алатынымды білемін. Өйткені мен оған лайықты болам. Мен сіздің анаңызбен сөйлескен тұғынмын. Ол сөйлейтін сөздігіңізді бағалайды деп ойламаймын. Сонымен, осы барлық тактика мен стратегиялар алмастырылмайтын маңызды құралдары болып шықты. Олар маған күннен күнге жұмыс істеуге көмектеседі. Олар неғұрлым көп қолдансаңыз, соғұрлым кейінге қалдыру мүмкіндігі азаяды. Бірақ ескеруді ұмытпаңыздар. Қарсылық өте қу нәрсе, және ол сізді маңызды жұмысыңыздан алшақтатудың бір жолын болсын тауып алатынына сенімдімін. Қарғыс атқыр. Мен біраз уақыттан бері кейінге қалдырып келе жатқан бір нәрсе, жаңа нәрселерді істеп көру. Сондықтан мен дәл қазір нан пісіріп көремін. Өзекті емес, қарапайым нанды.
Достар, егер бейне ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа бейнелерді өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны сыңғырлатып кетіңіздер. Құдай-ау, неткен десеңші. Қарап қойыңыздар, бұл керемет. Бұл мен пісірген бірінші наным. Қаттылау екен. Артық сақ қойған сияқтымын.